Бүгінгі подкаст жігіттер қызбен танысып, немесе таныса алмай, айналшықтап, сыртынан қарап, ойланып, ыңғайлы сәтті күтіп, бір ыңғайлы возможность күтіп жүрген жігіттерге арналады. Ол тек қана қыздарға қатысты емес. Жалпы жігіттер біздің мынау айтатын әңгіме канал, жалпы YouTube канал болсын, Telegram болсын, Instagram қай жерде болсын, біздің айтатын тақырыбымыз ол тек қана қыздың айналасында емес, байқасаңдар. Енді көбісі бізге қыздың темасымен келеді ғой. Бірақ қыз деген ол өмірдің бір мәселесі ғой, бір бөлігі ғана да. Одан басқа сенің денсаулығың бар, жұмысың бар, табысың бар дегендей, менталды сенің здоровьең бар, психический здоровьең бар дегендей. Осының бәрі еркектің айналасы. Осының бәріне біз барынша мүмкіндігінше еркектерге, яғни жігіттерге пайдалы контент, қазақша контент жасауға тырысып жүрміз. Сондықтан біздің каналға келген кезде тек қана бір қыздың мәселесімен ғана келуге болмайды да. Жан-жақты қарау керек жігіттер. Сондықтан бүгінгі айтылатын мәселе қыздарға қатысы бар тікелей, бірақ жаңа басында айтқандай, қызға айналшықтап күтіп жүру, ән тансам, мен барамын, сосын айтамын, пока уақыты келген жоқ, пока түрім онша емес, денемді сәл качать етіп олайын, сәл ақша тауып алайын, бүйтіп алайын деген сияқты сылтаумен біз қыздың мәселесін соза беретін болсақ, бір күні ол қыз тұрмысқа шығады, немесе ол қыздың басқа бір жігіті болады, соны көреміз. Немесе ол қызды басқа біреу пайдаланып кетеді. Сөйтіп оның жүрегін жаралап кетеді, сосын ол қыз травмасы болады, сосын ол қыз соны армандап, соның бывший болып екеуі ырың-жырың болып жүреді, сосын сен келіп не тема қыстырыласың, сен ол қыз саған айтқанда бүкіл өзінің жаман негативін бәрін сосын саған тығады да. Бывшийінен аламаған өшін, кегін бәрін не істейді, саған келіп тығады. Қиналатын сен боласың. Сондықтан бывшилардың темасын енді алдында айттық қой, бірақ бұл жердегі мәселе айтқым келіп отқан нәрсе, яғни біз жігіттер қашан айналшықтап күтіп, ыңғайлы сәтті күтіп, ыңғайлы уақытты моментті күтіп жүретін болсақ, қызға қатысты біз міндетті түрде ұтыламыз жігіттер. Өзім практикамнан айтамын, басқалардан айтамын. Мысалы, өзің просто елестетші, сен автобуста отырсың, немесе метроға міндің, немесе көшеде келе жатсың, немесе бір торговый центрде тамақ жеп отырсың, бір қызды көрдің, әдемі қызды. Ұнап тұр, бәрі келіп тұр. Жаңа өзің қалағандай бір көңіліңнен шығатындай болып тұр, сырт келбеті. Енді барып танысу керек қой, бірақ сен оны таныспайсың ғой, ойлайсың. Қазір не де ойлап қалады адамдар, анау, жаңа жігіті бар шығар, может, подушкасы қасында отырған ыңғайсыз болады. Қазір тамақ жеп алсын, сосын барамын, қазір барып туалет көріп келейін, немесе жаңа киімімді ауыстырып келейін. Келесі жолы келемін, енді қазір көріп қалсам, точно танысам, артынша барамын, бір сағаттан кейін барамын деген сияқты біздің басымызда не бір отмазкалар болады да. Сөйтіп біз ол қызға бармаймыз. Енді ол қыз сен көрмейсің одан кейін, болды ғой. Сен торговый центрде, автобуста, бір жерде алыста көшеде көріп қалған қыз сен екінші рет көрмеу вероятностың өте үлкен ғой. Тем более үлкен қалаларда болсаң, Алматы, Шымкент, Астана деген сияқты қалаларда болсаң, сен ол қызды көрмейсің, болды. Сен сол моментте барып таныспадың ба, болды. Одан кейін сен оны көресің ба, көрмейсің ба, Құдай біледі, оны қашан көресің еще көргенде де. Қандай күйде көресің дегендей да. Сол үшін қызға қатысты айтарым, яғни ұнап тұрса, моментально бару керек. Яғни анау деген сияқты отмазкалардың бәрі ол не? Қорқу деген сөз. Біз бірдеңеден қорқып тұрмыз. Еркек адамның ең басты, ең үлкен бірінші номер один қасиеті ол батыр болу да. Батырлық. Енді біз бәріміз батыр болған, жауға шауып, сондай бір елді қорғап, жерді қорғап жүрген адаммен естиміз ғой, ассоциация ғой бізде. Батыр десе біз сондай бір мықты адамды елестетеміз да. Батыр деген барлық жағынан болу керек та жігіттер. Батырлық деген ол тек қана бір қазір енді заман ондай заман емес қой, қару алып соғысатындай. Бірақ ақылмен батыр болу керек, қулықпен батырлық керек, жаңа физически батырлық керек дегендей, осының бәрі біздің батырлығымызға кіреді. Сондықтан тек қана жаңағыдай денеңді качать етіп алғандар, немесе бір тек қана спортсмендер ғана батыр деп айтылмайды. Батыр деген қолынан іс келетін, тоқтамайтын, қимылдайтын адамдардың бәрі батыр деп аталады. Демек, көрген қызды жіберіп алмаймыз. Ол қыз бізді екінші рет көрмейтінімізді білетін болса, көзіміз жетіп тұрса, барып танысамыз. Сосын біз көріп жүретін қыз болса, білеміз, сабақта көреміз күнде, жұмыста көреміз, немесе жұмыс жаңа бір жердің жұмыс істейтінін білесің, сол жерде күнде барсаң ол тұратынын білесің. Сол жерде де біз айналшықтап, ән тансам деп жүретін болсақ, қыздар ақымақ емес жігіттер. Бізді біледі қыздар, сыртынан көреді, біледі сен оны қарап жүргеніңді, ұнатып жүргеніңді, келіп жүргеніңді ол біледі, прекрасно біледі. Бірақ сен тормоз екеніңді тағы да біледі ол. Яғни сен келіп айтатынды айта алмай, сұрай алмай, айналшықтап сол бір затты алып, бірдеңені алып, сәлеммен аяқталып кетіп жүрген ол да көріп жүрді. Қыздар ақымақ емес, қыздар бізден ақылды. Сондықтан сенің тормоз болып жүргеніңді олар жақсы біледі. Біз қаншалықты тормоз етіп, оны созған сайын қыздың алдында біздің абыройымыз түсе береді деген сөз. Сол үшін тағы да бұл жерде батырлық керек. Батырлық деген нәрсе енді жаңағыдай болу үшін, яғни бізге бірінші білім керек. Білу керексің ғой сен ол қызбен не айтамын, қалай танысамын, не сөйлесем, онымен танысса не істеймін, таныспаймын деп айтса не істеймін, жігітім бар десе не деймін, бөтен адамдармен таныспаймын десе не істеймін, телефонды беремін, инстаграмды беремін деп айтса не істеймін деген сияқты мәселелер көп та. Осының бәрін сен білетін болсаң, қалай алып кету керек екен, онда сен
сенімді боласың, өйткені сен білесің қазір не істеу керек екенін, не айту керек екенін, отказ берсе не айту керек деген сияқты оны білесің. Екіншіден, білгеннен кейін сенде әрекет болады, яғни білгеннен кейін сен барып істейсің бірдеңені. Әрекет болғаннан кейін сенде міндетті түрде результат болады, иә, яғни выхлоп болады, не бар не жоқ деген сияқты бір результат болады. И содан кейін сенде сенім пайда болады, оказывается мен істей алады екенмін ғой дейміз, емес мен істей алмайды екенмін, мен білмейді екенмін, үйренемін деген сияқты сенде осы төрт нәрсе қайталанып тұрады. Бірақ осы төрт нәрсе қайталану үшін бізге ең бірінші білім керек жігіттер. Сондықтан біздің осы канал, біздің жалпы айтып жатқан нәрсеміз осы білімге айналады бірінші очередь. Яғни сен білу керексің, не істеу керек, қалай істеу керек, қайда апару керек, қалай свидание өткізу керек. Свиданияны айналшықтап 4, 5, 10 свидание қылып жүріп алмай, иә, немесе сөйлесіп жүрік деген идея бар. Мен қызбен сөйлесіп жүрмін. Не сөйлесіп жүрсіңдер? Дос сөйлесіп жүр. Қанша болды сөйлесіп жүрмін? 1 жыл болды. Сен қуасың ба? 1 жылда адам деген 12 қызбен сөйлесуге болады. Сен әлі бір қызбен сөйлесіп жүрген қалай? Еще онымен не факт, бола ма, ол қызбен болмай ма да, бірақ 1 жыл сөйлесіп жүрсің да. Сол үшін осындай жағдайлар болмас үшін бізге бірінші очередь білім керек. Білімнің артынан бізде міндетті түрде әрекет болады. Әрекет болғаннан кейін результат болады. Результат болғаннан кейін сенде не қыз бар болады, не жоқ болады деген сөз. Демек, осы схема бойынша қимылдауымыз керек. Енді менің айтайын деген нәрсем негізі қыздарға қатысты айтып жатырмын ғой, жаңа барып әрекет қылу керек. Екінші мәселе бар. Егер біздің миымыз осылай жаттықтыратын болсақ, мысалы бір қызды көрдің, бардың да істедің. Бар болды, жоқ болды. Без разницы, ол тисе терекке тимесе бұтаққа деп айтады қазақта, иә. Немесе болса жақсы, болмаса одан да жақсы деп айтады. Осы сияқты біз егер барып қызбен сөйлескен кезде, танысқан кезде обязательно оның инстаграмын аламын, қазір обязательно несін телефонын алу керек, бұны жіберіп алмау керек деген сияқты үлкен бір маңыздылықпен баратын болсақ, біздің миымыз не істейді? Ойбай, мынау деген масқара, мына қызды қазір жіберіп алмау керек деп барынша сені қиындатады. Яғни сенің организмде үлкен дәрежеде не стрессовый гормондар бөлінеді, адреналин бөлінеді, кортизол бөлінеді. Яғни сен үлкен қорқынышпен, сондай маңыздылықпен барасың да, как будто бір бастықтың алдына бара жатқан сияқты, президенттің алдына бара жатқан сияқты. Хотя ол бір қатарда бір қызды қарапайым, саған ешнәрсе істемейді да, по факту. Сондай қызға қорқып дірілдеп барасың, сенің бойыңда сондай гормондар бөлінеді. Одан кейін сенің даусың шықпай қалады, шықса да дұрыс айтылмай қалады, бетің қызарады, қолың дірілдейді, даусың дірілдейді. Сонымен ол қыздың алдында позор боласың да ешқандай. Осындай жағдайлар болмас үшін бізді алдын ала бізде енді ақыл сабақтарда үйретеміз, ғашық болу техникасы бар. Сыртынан ғашық болып барасың, ол басқаша әсер етеді қызға. Немесе бұзық баланың рөліне кіріп барасың, немесе мүлдем басқа шаблондармен кіріп танысасың да. Сол кезде сенде жаңағыдай басыңда ойлану, жаңағыдай бір күту, анау мынау деген сияқты қиындатпайсың да былайша айтқанда. Сен бір белгілі бір шаблонмен, біліммен барасың. Сол үшін сен қызбен танысатын кезде максимально бір лайфхагын айтайын. Егер бір қызды прям ұнап тұрса, сыртынан қарайсың да, оған ғашық болып өзіңді накручивать етесің, кәдімгідей шашына ғашық боласың, көзіне ғашық боласың, кәдімгідей ғашық болып басың ауырып анаған мынау қандай әдемі қыз деп сөйтіп сондай идеальный состояниемен ана қызға барасың да, сәлем деп айтсаң, оның өзі уже басқаша әсер етеді. Осы сөздің өзі ақ басқаша әсер етеді. Неге? Өйткені сенің ішкі состояниең сондай болып тұр да. Ішкі состояниеңда қорқыныш, қазір телефон бермей қояды, инстаграм бермей қояды, қасындағылар күледі, позор боламын деген идея жоқ сенің басыңда. Сенің басыңда қандай идея? Сенің басыңда просто мен ана қызға барып сәлем, или там білмеймін, бір 2 минут қасында тұра тұрайын, 1 минут қасында тұра тұрайын деген сияқты ғашықтық состояниемен барып тұрсың да, сен уже ғашық болып барып тұрсың. Сол кезде сенің даусың да басқаша шығады, сенің ішкі состояниең де, түрің де, көзің де бәрі басқаша болады. Бұл бір ғана жол да, бұндай жолдар көп. Демек біз әртүрлі образға кіре алатын болсақ, әртүрлі состояниеде қызбен таныса алатын болсақ, значит бізде білім болса, значит бізде жаңағыдай қорқыныш, кейін танысам, мынау деген отмазкалар болмайды деген сөз. Демек біздің миымызды осылай жаттықтыру керекпіз да. Бұл қыздарға қатысты тренировкада да болады, бұл жалпы өмірде қатысты. Мысалға, бос отырсың, отжиман жасау керек деген ой келді саған. Қазір құр күтіп отырпай отжиман жасайыншы, мен дедім де үйде мысалға, или там 20 рет приседание жасайыншы. Сөйтіп атып тұрдың да істей салдың. Момент деп болды. Ойыңа келді, істей салдың. Ойыңа келді, істей салдың бірдеңені. Ойыңа келді, айттың, ойыңа келді, бардың, жедің деген сияқты. Осылай тез біз миымызды ойға келген кезде моментально істеп үйрететін болсақ, біздің миымыз соған жаттығады. Ми негізі қалай үйретесің, солай үйренеді негізі. Сол миың сен соны тез істеуге үйренетін болса, яғни бір нәрсені, ол үлкен, обязательно бір үлкен бір проектті бастап кету, үлкен бір сахнаға шығып кету, блогер болып кету емес, ол мелочтан басталады. Отырдың, ана затты көзің алдында тұрма, соны алып апару керек деген ой келме, болды, апарып таста. Сыпыру керек деген ой келме, сыпырып таста. Білмеймін, бірдеңені тастау керек, тастап таста. Яғни моментально ойыңа келме, істеп тасташы, сен миың соған жаттығады. И бұл сенің өміріңе көмектеседі да. Бұл сенің өміріңе көмектеседі. Бұл сенің уже жаңағыдай басында айтқандай күтіп отырып, анау бола ма, мынау бола ма, ыңғайлы сәт, там білмеймін, сәл өсіп олайын, көтеріліп олайын, бүйтіп олайын, сөйтіп олайын деген сияқты идеяны не істейді? Яғни біздің болашағымызды созбайды алдыға қарай. Бұл тез болатын процесс. Яғни сен миың осылай жаттықса, сен любой өмірдегі спортта да, жұмыста да, отношенияда да, қыздарда да бәрінде сен не істейсің?
ойға келді істедің, осындай болады. Сенің миың осыған жаттығады. Сондықтан жігіттер, бірінші очередь бізге керек ең басты мәселе қазір осы да. Мысалы жігіттер той шешім қабылдайды. Неге қыздар озып кетіп жатыр деп мен шырылдаймын. Потому что қыздар тез істейді бәрін. Ойға келді істейді. Бір жақта Инстаграм реклама шықты, болды барады олар. Тренинг деді, болды барады. Яғни олар ойланбайды, тез істейді. Сосын ақпараттар көп, оларда импульс көп болып жатыр. А бізде ойланып, шеше алмай, ой ана бола ма, мынау болмай ма, ой ертең не болады, кім біледі деген сияқты жігіттер қыздан ары өтіп кеткенбіз да. Содан кейін біздерде қыздар бізді қазір особо мойындамай жатыр. Оны мойындау керек. Қыздар бізді еркек ретінде мойындамай жатыр, қызықпай жатыр. Майдаланып кетті, анау болып кетті, мынау болып кетті деп кейде айтқанына ренжігендей боламын мен өзімде де кейде. Бірақ жігіттермен жұмыс істеп жүргеннен кейін байқайсың, шынында да майдамыз. Шынында да бір кесек шешім қабылдай салу, как оно есть айта салу, бара салу дегенге жоқ та. Ойланып, толғанып, қайта сұрап, жаңағыдай енді не көп та, суйта көп та, кәдімгі біздің әңгімеде, сөзде де, істе де суйта көп кәдімгідей. Білмеймін, сен егер сондай жігіттердің қасында қыздар жүретін болса, ол қыздарға мен енді ренжімеймін де, өйткені шынымен ол қыздар бүйтіп сеніп, ана жігітке арқа сүйеп кәдімгідей жауапкершілік арта алмайды, өйткені ол жігіт оны өзі білмейді, ол не істеу керек екенін, өзі әлі потерянный. Сондықтан осындай жағдайлар көп. Демек біздің миымыз бұл процесске үйреніп қалғанда созып, кейін ыңғайлы уақыт, потом ақша тауып алайын, жүріп алайын, көріп алайын деген сияқты идеямен созып, бір күні қарасаң жасың 30-40-қа келіп қалған, әлі не қатын жоқ, не бала жоқ, не басқа жоқ. Сондықтан қазірден бастап жігіттер ақыл, сендерге бір лайфхак, ойыңа бірдеңе келді, сразу істеп үйренші. Мелочьтан басташы үйде. Ол ақша талап етпейді, ол саған. Ол сенің энергияңды ғана талап етеді да. Телевизор көріп отырсың, құр отыра бермей, осы жерде моментально бір отжимание жасай жіберейші. 10 отжимание жаса жібер, болды. 10-нан асырма, 100-200 ұрып тастама, ертең істемей қаласың. 10 отжимание жаса, болды. Сөйтті қайттан телевизорыңды көре бер. Или білмеймін, там бір подкаст тыңдап жіберейінші, жолда келеді, құрбосқа келе жатырмын ақырда. Моментально тыңдап жібердің, болды. Сол подкасттың еш нәрсесін тыңдамай ақ қой, болды. Қарамай қой, ар жағына кетпе, болды. Сен сөйтіп миыңды кішкентай нәрседен жаттықтыратын болсаң, бір күні өзің қалаған үлкен нәрселерді істеп жатқанға таңғалып қаласың да. Қалай істеп жатсың? Өйткені сен миың жаттықты сол нәрсеге. Демек, қыздарға да қатысты солай да. Сен бір қызбен танысама айналшықтап жүрген кезде басқа жігіт барады да, моментально көрді, барып танысып алып болды. Болды, ол алып кетті, озып кетті ол сенен. Болды, енді ол қыз уже сен оны қызықтыра аласың ба, одан кейін онымен танысқан кезде тура ана жігіт сияқты таныса аласың ба, білмеймін. Ол уже екінші вопрос болады да. Сол үшін кім жылдам, кім тез істейді, кім тез шешім қабылдайды, қазір солар ұтады. Қазір солар ұтып кетеді, өмірде сондай. Сол үшін қалай айтса болады, бір енді менен үлкені де бар, бұл жерде кішісі де бар ғой, енді бір ақыл айтқандай болмай ақ қояйыншы, бір ақылым демей ақ қояйын, бірақ кеңесім, өмірден бір түйгенім дейші. Тез шешім қабылдап үйренетін болсақ, бізде результат тез болады жігіттер. Пока сен ойланып жүргенде біреу оны істеп тастайды. Пока сен күтіп жүргенде біреу істеп тастайды. Пока сен әні міне деп жүргенде біреу айтып тастайды оны. Болды. Демек, не істеді? Сен ұтылдың деген сөз. Сол үшін жігіттер тез әрекет қылып, шешім қабылдап үйрену керекпіз. Ол үшін білім керек. Білім болғаннан кейін әрекет болғаннан кейін результат болады. Результат болғаннан кейін сенде сенім болады өзіңе деген, иә? Айтады ғой, қыздарға уверенный жігіттер ұнайды, маған сенімді жігіттер ұнайды дейді ғой. Вот сенімді болу үшін сен осылай істеу керексің, осы схема бойынша. Білім аласың, қолданасың, результат шығарасың, сенесің, болды. Осылай. Міне сенің үстіп сенімділігің бастады, сосын сен уверенный жігіт боласың. Қыздың қасында да, басқаның қасында да өз-өзіңе сенімді боласың. Өйткені сенің тірлігің четкий. Сен ойланып, созып, қалдырып, шешім қабылдамай жүрген жоқсың, сен моментально істеп тастайсың бәрін. Сенде бітпей жатқан шаруа жоқ та, целым бәрі бітіп жатыр. Иә, болмай жатқан шаруа, бітіп жатыр. Ілініп тұрған шаруа жоқ, сен энергияңды алып, миыңды аштып, мынаны істесейші, қашан бітіресің деп тұрған жоқ та, сенің шаруаң бәрі бітіп жатыр. Міне осы ең главный қазіргі 21 ғасырдағы адамдарға жетпей жатқан нәрсе. Сондықтан жігіттер аламыз, қолданамыз, тез шешім қабылдап, тез әрекет жасауды үйренеміз. Бұл қыздарға да ұнайды.